Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге ешқандай ақша салмай ақша табуға болатын 3 ақша табу сайтын айтатын боламын. Ол жерлерден сіздер шынымен де ақша таба аласыздар. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде сіздер барлығын түсініп, ешқандай қиындықсыз ақша таба аласыз. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Одан бөлек білесіздер, бізде әр апта сайын розыгрыш болады, жауаптары ертең шығады. Яғни осы аптада видеоларға лайк басып, комментарий жазып жүрген адамдардың үшеуі 1000 теңгеден ұтып алады. Ал енді қараңыздар, бірінші приложение менің телеграм каналымда ссылкасы болады. Бұл приложение шынымен де ақша төлеп тұр. Мен қателеспесем, осы приложениеден 2 рет немесе 3 рет ақша шығардым. Дәл қазір есімде жоқ, бірақ шынымен ақша төлейді. Бұл жерден сіздер қалай ақша табасыздар? Ең бірінші, бұл жерде ақша табудың түрлері өте көп. Ең бірінші ақша табу жолы ол поделиться деген, яғни достарыңызбен бөлісесіздер. Әр шақырған досқа 0,6 цент береді. Міне көргендеріңізге получайте 0,6 кешбек деп тұр. Яғни шақырған достарыңызға 0,6 цент береді. Мен осы уақытқа 64 адам шақырғам, бірақ 17 доллар ғана берген. Не үшін? Себебі 64-ке маған примерно 38 доллар беру керек еді. Себебі жартысынан көбі ол жерде мен былай сөйлесіп көрдім админмен, телеграмда админмен сөйлесіп көрдім. Типа жартысынан көбі бұл жерде өтірік аккаунттар деп маған ақша төлемеген екен. Маған солай айтты. Сол себепті де бұл жерде VPN-мен абуз етуге болмайды. Абуз еткенде вообще грамотно абуз ету керек. VPN-сіз. Және де страна бұл жерде кейбір елдерге төлемейді, бонус бермейді. Мысалы Қазақстанға бонус береді, қателеспесем Украинаға, Россияға бонус бермейді тіркелген үшін. Ал басқа елдердің көбісіне бонус береді. Сол себепті де VPN қойған кезде де Қазақстан немесе басқа елдердің VPN-дерін қолдану керек. Яғни Россия, Украина қолданудың қажет жоқ. Одан бөлек бұл жерде қараңыздар, енді ведущий болуға болады, ол жерде сізге донат жасайды, немесе ойындар ойнауға болады. Бұл жерде тоже казино ойындар бар. Мысалы джойстиктің суретін бассаңыздар, ойындар шығады, сол ойындарды ойнасаңыздар болады. Әрине жинаған бонустарыңызға ғана минимальный суммаға жетпей тұрса, жеткізу үшін. Мен ойнап көрдім, но ұттым деп айта алмаймын. Ал енді ақша қалай шығарасыздар? Отзывать деген басасыздар. Бұл жерде минимальный сумма 5 доллар еді, дәл қазір 10 долларға көтеріліп кеткен екен. Просто басасыздар. Міне көргендеріңізде минимальный сумма 10 доллар, осы жерге жазасыздар. Менде 2-4 доллар тұр. Ақша примерно 4-5 сағат ішінде келіп түседі. Приложение шынымен төлеп тұр. Менің телеграм каналымда ссылкасы болады, сол жерден ала аласыздар. Ал енді екіншісі Bylum деген биржа. Бұл биржаның рекламасын сіздер барлық жерден көрдіңіздер деп ойлаймын. TikTokта, Instagramда, YouTube'да, Кришада, OLX-та барлық жерде осы биржаның рекламасы жүр. Бұл жерде шынымен де ақша салмай ақша табуға болады екен. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші регистрация жасағандарыңыз үшін 100 доллар береді. Бірақ ол 100 долларды сіз шығара алмайсыз. Сіз оны не істейсіз? Қараңыздар. Сіз ең бірінші сол 100 долларды регистрация жасап, 100 долларды алып болғаннан кейін, ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Copy trading деген жерге кіресіздер. Copy trading деген жерден осы адамдардың біреуіне инвестировать етесіз. Яғни сол адам сіздің бонусыңызбен трейдинг жасайды. Трейдинг жасайды. Сол 100 доллар, яғни сізге берген бонустың үстінен түскен пайданы сіз аласыз, және де оны шығарып алуға болады деп айтқан. Мен әлі өзім шығарып көрмедім. Мүмкін шығарып алуға болады, мүмкін болмайды. Қараңыздар. Ең бірінші сіздер не дейсіздер? Депозиттен басасыздар. Өздеріңіздің осы баланста сізде 100 доллар деп тұрады, 100% вынести деген басасыз. Одан кейін сіз осы copy tradingке 100 долларыңыз салғаныңыз үшін тағы да 100 доллар береді бонус ретінде. Итоғы 200 доллар болады. Ол 100 доллар тағы да басқа адамға салсаңыздар болады. Мен де мысалы қарадым, осы апайда ең көп Рой екен. Рой деген осы апайдың типа осы трейдингтан тапқан ақшасы 50%, мысалы 200 доллардың 100%-ға дейін көтере алады деген сияқты Ройы. Менде әлі ештеңе тапқан жоқ бұл апай. Мысалы 200 доллар басатын болса, менде 7 күнде вообще доход та, расход та жоқ. Мен салғаныма примерно 3 күндей болды ау деймін. Одан бөлек верификация жасағандарыңыз үшін сіздерге 100 доллар береді. Тағы да 100 доллар береді. Мен верификация жасамағам, себебі бұндай биржаларға сену қиын. Сол себепті де верификация жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ верификация жасамай да ақша шығаруға болады деп айтып жатыр. Қазір орысша ютубтар көрсеңіздер де осы биржа туралы видеолар бар, роликтар. Көргендеріңізде 200 доллар мен бір адамға салдым. Сіздер екіге бөліп салсаңыздар да болады. Мысалы қараңыздар. Бұл адамға мен просто Рой көп болған соң сала салдым екеуінде. Сіз 100 доллар бірінші саласыз, осы либо қалаған адамыңызға 100 доллар саласыз. Одан кейін соған салғаныңыз үшін тағы да бонус береді 100 доллар. Одан кейін екіншісін басқа біреуге салсаңыздар болады. Бұлай қарап келесіздер. И депозит деген басасыз.
И осы мысалы осы адамға салып жіберсеңіздер болады. Одан кейін сіздің олардың тапқан пайдасы, яғни жаңағы $200 үстінде тапқан пайдасы сіздің кошелегіңізге түседі. Бұл кошелектен енді шығару қиын емес. Trust Wallet'ке, Binance'қа, кез келген жерге ешқандай қиындықсыз шығарып ала аласыздар. Ал енді қараңыздар, үшіншісі мой заработок деп аталады. Бұл приложение қателеспесем менің каналымдағы 60-70% адамдар біледі, баяғыдан көріп жүрген. Ал жаңадан тіркеліп жатқан адамдар білмейді. Бұл жерде біз шынымен ақша таба аламыз. Минимальный сумма, қателеспесем 10 рублей дем арасында табуға болады. Мен осы приложениедан осы уақытқа дейін примерно 3000-4000 рубльдай таптым. Бұл жерде ең заданиялар көп, және де ең стабильный табуға болатын жер. Мысалы, новый деген жер кіресіз, 4 задания тұр менде дәл қазір. И осы заданияларды орындайсыздар. Мысалы, Индия, США, Бразилия деген жерлерге оларға VPN қосу керек. Мысалы, басатын болсаңыз, сіз Индияның VPN қосыңыз деп тұр. Индияның VPN қосып орындайсыз. Мысалы, бұл жерде 7,69 рублей төлейді бізге. Ол Қазақстан теңгесімен примерно, қателеспесем, 50 теңге дейма болады. Одан бөлек тек қана бұндай тусыз заданияларда өте көп. Мысалы, қараңыздар, міне 559 рублей біз ешқандай қиындықсыз орындай аламыз. Бізге ең бірінші не істеу керек? Бұл приложениені тартуымыз керек, одан кейін регистрация жасауымыз керек сол приложенияға. И екінші күні, үшінші күні, сегізінші күні ашуымыз керек. Қазір көрсетемін. Мен екінші күні, үшінші күні, сегізінші күнді ашып қазір көрсетемін, бірақ мен сіздерге басын ғана көрсетіп бере аламын. Загрузка из Google Market деген басасыз, одан кейін мені қараңыздар, открыть в Google Play деген басасыз. Одан кейін сізге осы приложение шығу керек. Жоқ, міне қараңыздар. Шатасып қалмау керек. Осы иконкасы, яғни картинкасы тұр. Міне осы тұр. Кіреміз и установка жасаймыз. Бұл приложение займ приложение екен. Займ алудың қажеті жоқ, ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Просто тіркелесіз и өзіңіздің рубльіңізді аласыз. Қазір мен скачать етіп болғаннан кейін тіркеліп көрсететін боламын ары қарай. Міне приложение менде скачать етіліп болды, бірақ бұл жерден кірмейміз. Біз осы жерден кіреміз. Қараңыздар, активный деген жерге басамыз. Қазір обновлять етеміз кішкене. Міне көргендеріңізде приложение бізде дайын тұр. Енді ашу деген басамыз, ашамыз. Ашқаннан кейін осы жерде қателеспесем 1,5 минуттай тұрамыз. Жоқ, 1,5 минут емес, 30 секунд деген, қазір 30 секунд тұрам. Міне көргендеріңізде мен приложениеда 30 секунд тұрдым, ол үшін маған 2 рублей берді. Заданияны толық орындамадым, бірақ соның өзінде бөліп ақшаларды бере береді. Қазір енді регистрация жасаймыз. Регистрация жасаған ішінде қателеспесем 2 рубльдай береді, немесе 1,5 рубльдай. Одан кейін ары қарай уже қалған ақшаларын береді. Хотя бы бір заданияны ақша шығару үшін хотя бы бір заданияны осылай соңына дейін орындау керек. Мысалы, осы заданияны сіздер соңына дейін орындап тастадыңыздар, ал қалған заданияларды тек қана біріншісі мен екіншісін орындап кете берсеңіздер болады. Яғни толық орындаудың қажеті жоқ. Бұл жерден ақша шынымен 100% шығады. Ақша мысалы қайға шығады? Киви шығады. Тек қана Киви шығады. Мобильный счетпен WebMoney қазір істемейді. Мысалы басасыздар, істемейді. Басасыздар, істемейді. Киви басасыздар. Сіз әлі бір заданияны толық орындамадыңыз деп тұр. Мен бұл аккаунт менде жаңа аккаунт, ескі аккаунт менің телефонымда. Яғни бұл жерде мен мой заработоктан ешқандай задания орындамаймын. Тек қана екінші телефонмен ғана орындаймын.